Сәлем достар, дажахао. Бүгін бізде 8-ші сабақ өтілетін болады, HSK бірінші кітаптағы. Окей, бүгінгі сабақ тақырыбы «Wo xiang he cha». Wo ол мен, xiang ол бізде қалау деген мағынаны білдіреді, хорошо? He ол ішу, cha ол чай, яғни мен шай ішкім келіп жатыр. Wo xiang he cha. Жарайды, енді мына жерге назар аударайық. Бұл жерде біз астындағы сөздерге қараймыз и төбедегімен сәйкестендіретін боламыз. Бірінші сөз. Чен. Чен ол бізде ақша деген мағынаны білдіреді. Ақша. Ақша бұл жерде F, я? Окей. Екінші сөз. Мифан. Ми ол бізде күріш. Ал фан ол бізде тағам, я? Фан. Яғни күріш пен тағам болады күріш тағамы. Ми фан, сонда бізде си. Окей, үшіншісі. Бейдзі. Бейдзі ол бізде бокал. Бокал деп аударылады, сонда бұл бізде эй. Окей, төртінші. Ча бұл айтылды, я? Ол шай деп аударылады. Сонда ол би. Бесінші, Жоңго цай. Жоңго ол бізде Қытай мемлекеті, я? Қытай деген мағынаны білдіреді. Ал цай ол бізде тағам, яғни Қытай тағамы. Жоңго цай, Қытай тағамы. Бұл бізде ди. Окей. Алтыншы, ханзы. Ханзы ол бізде Қытай иероглифі. Но дзы ол иероглиф, ал ханзы ол Қытай иероглифі, хорошо? Сонда бізде болады и. Окей. Түсінікті ғой, я? Чен ол ақша, мифан күріш, бейдзі бокал, ча шай, жоңго цай Қытай тағамы, ханзы ол иероглиф. Окей. Давайте енді біз бірінші текстімізге назар аударайық. Жаңа сөздермен қарастырылып өтейік. Бірінші сөз сяң. Сяң ол бізде бір нәрсені қалау деген мағынаны білдіреді. Я мысалға айтқан кезде Wo xiang he cha. Яғни мен шай ішкім келіп тұр. Окей? Х ол бізде ішу деген мағынаны білдіреді. Ол бізде етістік, я? Х, ішу. Окей, үшінші ол бізде шай. Ча, шай. Төртінші, чы, ол бізде жеу деген мағынаны білдіреді. Жеу. Окей? Етістік. Бесінші ол бізде мифан. Мифан ол бізде айтылды, я? Күріш деген мағынаны білдіреді. Яғни күріш тағамы. Ал қалай болады? Мен күріш жегім келіп тұр. Бірінші біз мен дегенді қоямыз. Мен болады. Wo қалау. Сяң жеу бізде болады. Чы и күріш тағамы ол мифан. Яғни Wo xiang чы мифан. Мен күріш тағамын жегім келіп тұр. Окей, жаңа сөздер түсінікті ғой, я? Сяң ол қалау, х ол ішу, ча ол шай, чы ол жеу, мифан ол күріш. Мифан ол күріш. Окей, енді текстің өзіне назар аударайық. Ни сяң хэ шымы. Ни ол бізде сен, я? Сен деп аударылады. Сяң ол бізде қалау. Хэ ол ішу. Шымы ол бізде не деген мағынаны білдіреді, я? Яғни сен қалайсың ішу нені? Яғни сен не ішкің келіп тұр? Ни сяң хэ шымы. Wo xiang he cha. Wo мен сяң қалаймын. He ішу, cha
шәйді, яғни мен шәй ішкім келіп тұр. 我想喝茶。你想吃什么？你сен, иә? 你сен想қалайсың? 吃 жеуді 什么 нені? яғни сен не жегің келіп тұр? 你想吃什么？我想吃米饭。мен想қалаймын 吃 жеуді 米饭 күрішті, яғни мен күріш жегім келіп тұр. 我想吃米饭。Окей. So, давайте енді бір оқып шығайық, текстті. 你想喝什么？我想喝茶。你想吃什么？我想吃米饭。Окей. So, яғни түсінікті ғой, қараңдар, сян ол бізде қалау деген мағынаны білдіреді. Сендер байқасаңдар, ол етістіктің алдында тұр. Яғни, мысалы, мына жерде етістік ол чы. Чы ол бізде жеу деген мағынаны білдіреді. Яғни, жеудің алдында тұр. Яғни, мен қалаймын жеуді тамақты, мысалы, күрішті, яғни, бірінші бізде о, кім екенін айтылады, бірінші бізде мен деген тұрады, одан кейін осы сяң тұрады, сяңнан кейін етістік тұрады, етістіктен кейін қалғандары. Окей? Яғни, 我想吃米饭. Мына жерде де дәл сондай. Бірінші мен деген тұр, кім екенін айтамыз, бірінші соны айтамыз. Мысалы, бұл жерде мен тұр. О, қалау тұрады, сяң, қалайтын болсаң, мен қалаймын. Одан кейін мынау етістік тұр. Мен қалаймын ішуді, 我想喝. Кейін қалғаны, яғни бізде дополнительный шәй тұр. Яғни мен қалаймын ішуді шәйді. Яғни 我想喝茶. Мен шәй ішкім келіп тұр. Окей. So, екінші текстке назар аударайық. Екінші текстте жаңа сөздерде сяу. Сяу бұл бізде түс деген мағынаны білдіреді. Яғни обед деген мағынаны білдіреді. Обедтен кейінгі уақыт, түскі уақыт. Окей? Сяу түскі уақыт. Кейінгі сөз ол бізде шаңден. Шаңден ол бізде магазин деген мағынаны білдіреді. Дүкен. Окей? Шаңден, дүкен. Май ол бізде сатып алу. Бір нәрсені сатып алу. Май. Г ол бізде ең жалпы санау сөзі. Ол бізде көп, екеуі де санау сөз болып есептеледі. Яғни г ол бізде санау сөз. Қытай тілінде бір санды айтқаннан соң г қолданылады. Мысалға айтқан кезде бір адам деп айтатын болсақ, біз и жен деп айтпаймыз, яғни бір и адам жен деп айтпаймыз. Біз бір штук адам. Типа штук деген сөз бұл жерде г, хорошо? Яғни и к жен, яғни бір штук адам. Яғни Қытай тілінде обязательно осы г тұрады. Яғни сіз айтқыңыз келсе бір адам деп, сіз айтасыз и г жен деп. И жен ол қате болады. И г жен, окей? Так, келесі сөз ол бізде бейзі. Бейзі ол бізде бокал деген мағынаны білдіреді. So, жаңа сөздер. Сяу, түскі уақыт, шаңден. Шаңден ол бізде дүкен. Май ол бізде сатып алу. Г ол бізде санау сөз. Және бейзі ол бізде бокал. So, текстке қарайық. Сяу, 你想做什么? Сяу ол бізде түскі уақыт, түстен кейін. Ни, сен, сяң ол бізде қалау, Зуо ол бізде бір нәрсені жасау деген мағынаны білдіреді, жасау. Яғни, зуо жасау, шымы ол не? Яғни, түстен кейін сен қаладың не жасауды. Окей? Сяу, 你想做什么? Сяу, 你想做什么?
Xiao түстен кейін, wo men, xiang қаладым, qu бару, shangjian дүкенге, яғни түстен кейін мен дүкенге баруды қаладым. Qu бару, я? Окей, сонда 下午我想去商店。你想买什么？你 сен, 想 ол бізде қалау, 买 ол бізде сатып алу, 什么 ол не? Яғни сен не сатып алғың келіп тұр? Яғни сен қалайсың сатып алу нені? Сен не сатып алғың келіп тұр? 你想买什么？我想买一个杯子。我 мен 想 қалаймын, май сатып алуды, 一个杯子 杯子 ол бокал, и деген ол бізде бір деген сөз, иә? Вот мына жердегі г ол бізде штук деген мағынаны білдіріп тұр. Хорошо? Яғни 2 杯子болады бір штук бокал. Яғни мен бір штук бокал сатып алғым келіп тұр. 我想买一个杯子。Окей, давайте енді текстті оқып, бірге қайталайық, хорошо? 下午你想做什么？下午我想去商店。你想买什么？我想买一个杯子。Окей, үшінші текст, ол бізде жаңа сөздері. Ж ол бізде мынау деген мағынаны білдіреді. Мына деген. 多少 ол бізде қанша деген мағынаны білдіреді. Қанша. 钱 ол ақша. Kuai ол бізде ақшаның атауы. Бұл юан сияқты. Окей? Яғни, kuai ол бізде күнделікті сөйлеуге қолданылатын бейресми сөз болып есептеледі, ал юан более официальный. Яғни, екеуі де Қытайдың ақша аталымы. Біз Қазақстандағы теңге сияқты. Хорошо? Kuai и юан. Және на ол бізде ана сол деген мағынаны білдіреді. Сілтеу есімдігі. Окей. So, 多少 钱 kuai на. Текстке назар аударатын болсақ, 你好 这个杯子多少钱？ 你好 сәлем деген мағынаны білдіреді. 这个 деген мынау, 这个мына жерде тоже measure word тұр екен, иә? Яғни сандық сөз тұр екен. Мына杯子 бокал, 多少 қанша, 钱 ақша. Яғни сәлем, мына бокал қанша тұрады, иә? 多少钱 сколько, қанша тұрады? 20 kuai. 20 ол бізде 28. Kuai ол бізде, иә? Ақша атауы. Яғни 28 kuai тұрады дейді. 那个杯子多少钱？那个 мына 杯子 бокал 多少 қанша 钱 ақша. Яғни мына бокал қанша ақша. 那个杯子18 块钱。那个 мына 杯子 бокал 18 kuai 钱 ақша. Яғни бұл бокал 18 kuai тұрады, иә? Окей, давайте енді қайталап оқып көрейік. 你好，这个杯子多少钱？28 块。那个杯子多少钱？那个杯子18块钱。Окей. So, давайте енді грамматикаға назар аударып өтейік.
Грамматика бірінші бізде ол сяң. Сяң ол бізде айттық, бұдан алдын бір нәрсені қалау деп. Қараңыздар, сяң ол бізде етістік, және бұл көбінесе етістіктің алдында тұрады. Жаңа да айтқан х, же, шу деген етістіктердің алдында тұрады сяң. Және ол бізде hope or plan, яғни өзіміздің надеждамызды, яғни қалауымызбен өзіміздің планымызды айтқан кезде қолданамыз. Мысалға айтқан кезде, 我想学习学汉语. мен қалаймын оқуды ханю, қытай тіліне. Яғни мына жердегі сяң бұл мына етістік шүйенің алдында тұр. Окей? Вот осы правиласы, яғни етістіктің алдына қоямыз сяңды всегда. Көбінесе, көп жағдайда. 我想学汉语. мен қалаймын оқуды, үйрену, яғни оқуды қытай тілін. Келесі, 明天我想去学校看书. Яғни 明天我想去, яғни мына жердегі чи ол бізде етістік. Осы чидің алдында біз сяң қоямыз. Неге? Себебі правиласы осылай. Яғни 我想去学校看书. 学校ол бізде мектеп деген мағынаны білдіреді. 学校мектеп, кан қарау, шу кітап. Яғни кітап қарауға бару. Окей, келесі. 我想买一个杯子. мен қалаймын май, сатып алу. Мына жерде көріңіздер сандық сөз. мынау г. Сандық сөздер бізде санның арқасында жүреді. Мысалға мынау, игі, біз ги деп айтпаймыз, игі деп айтамыз. 我想买一个杯子. мен қалаймын сатып алуды бір стакан. Окей? Яғни бізде сяң етістіктің алдында тұрады, және ол бізде өзімізге қалауымыз бен планымызды білдіреді екен. Окей, екінші ол бізде 多少. 多少ол бізде сұраулы сөйлемдерде қолданылады. Қарасаңыздар, 多少бізде 10 санынан жоғарғы санды сұраған кезде көбінесе қолданылады. Және де 多少ол ақша сұрағанда, яғни цена сұраған кезде қолданылады. Мысалға айтқан кезде 多少钱қанша тұрады. For example, 你们学校有多少学生. Мына жердегі сандық сөзді қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Окей? Ни, сен, нимын, сендер. Ни болса сен. Егер мынау мын қосылса, сендер болады. Нимын, сендер, ни, сен. 我们, біз, мен. Окей. Нимын, сендер, 学校біз айттығы, мектеп, йоу ол бізде болу. 多少, қанша, 学生, оқушы. Яғни сендердің мектептеріңде қанша оқушы бар деп тұр. Қанша оқушы бар. 你有多少汉语老师. Ни, сен, йоу, болу, бар болу, 多少, қанша, ханю, қытай тілі, 老师, мұғалім. Яғни сенде қанша қытай мұғалімі бар деп тұр. Үшінші, 这个杯子多少钱. 这个мынау, 杯子, бокал, 多少钱, қанша тұрады. Яғни мына бокал қанша тұрады. 这个杯子多少钱. Окей, яғни 多少бізде сұрақ қойған кезде қолданамыз. Қандай сұрақтар қолданды?
Biz bir narsani жасын сұраған кезде 10 жастан жоғары болу керек. Не болмаса, цена сұраған кезде біз дошауды қолданады екенбіз. Okay, next one. Бізде сандық сөздер г және де ко. Ко мен г. Г ол бізде ең жалпы санау сөзі болып есептеледі. Көптеген адамға, затқа қолданылады. Мысалға айтқан кезде жаңалдегі бір адам. İgırın, ya екі адам. Аргырын, яғни г ол қолданылады. Бұл болмаса біз айта аламыз бір алма, екі алма деп, я? Игі пингуо деп. Ал коу. Коу ол бізде отбасы мүшелерін айтқан кезде қолданылады. Мысалға айтқан кезде менің отбасымда 3 адам бар. Қалай болады? Мен, бар болу. Яу, яу. 3 сан. Одан кейін осы коуды қоямыз, я? Неге? Себебі біз айттық, я? Сандық сөздер сандардан кейін орналасады деп. Сонда сан коу адам жын. Яғни 我有3口人. Не болмаса 我的家有3口人. Яғни коу ол бізде отбасы мүшелерінің айтқан кезде қолданылады екен. Окей. Міне, г ол бізде ең көп қолданылатын сандық сөз болып есептеледі Қытайдағы. Көбінесе зат есімнің алдында тұрады. Зат есімнің алдында тұрады, санның арқасында тұрады. Яғни, мысалы мына жерде санғы лаушы 3 мұғалім. 3 штук мұғалім деп дословно аударсақ болады. Уғы шешің 5 штук оқушы. Уғы шешің. Игі бейці 1 штук бокал. Окей? Коу. Коу ол бізде отбасы мүшелерін айтқан кезде қолданылады. Мысалға айтқан кезде ли лаушы, ли адам аты, лаушы мұғалім ли, жа отбасы, яу бар болу, леу корын, ли мұғалімнің отбасында леу 6 адам бар. Окей? 你家有几口人? 你家有几口人? Сенің отбасыңда қанша адам бар? 你家有几口人? 我家有3口人. мен, жа отбасы,有бар болу, 3 口人адам. 我家有3口人. Окей. Түсінікті ғой, я? Қараңыздар. Юань и куай. Юань мен куайдың разницасы айтылды, я? Юань более официальная версия, куай ол бізде ауызекі сөзде қолданылған. Юань да, куай да екеуі де бір мағынаны береді. Қазақ тіліндегі теңге сияқты ғой, бірақ ол Қытайдың валютасының атауы болып есептеледі. Окей? So, давайте мына сұрақтарды аударып көрейік. Бірінші сұрақ. 你想吃什么? 你想吃什么? Сен қалайсың? Жеуді нені? 你想吃什么? 你想喝什么? Сен қалайсың? Ішуді нені? Yeah? 你想喝什么? Давайте айтып көріңіздер. Мен қалаймын күріш жеуді. 我想吃米饭. 我想吃米饭. Окей. Енді айтамыз, мен қалаймын шай ішуді. 我想喝茶. 我想喝茶. Окей. 明天下午你想做什么? 明天ертең, 下午түстен кейін,
你sen想қалау做жасау иә бір нәрсе жасау做 шымы нені яғни ертең түстен кейін сен не жасайсың иә немен айналысасың не жасайсың окей давайте айтып көріңдер ертең түстен кейін мен Қытай тағамын жасаймын біз бұдан алдын Қытай тағамы деген сөзді өттік иә Қытай тағамы деген сөздің аудармасы окей сонда болады 我明天下午做中国菜 Чоңго цай Қытай тағамы, ал жай тағам ол бізде цай болып аударылады, иә? Окей. Келесі. 你去哪个商店买杯子? 你 сен 去 бару 哪个 ол бізде қайсысы? Қай деген мағынаны білдіреді, хорошо? 哪个 қай? 商店 дүкен, май ол бізде сатып алу, бейзі ол бізде айтылды, иә? Бокал. Яғни сен қай дүкенге бокал сатып алуға бара жатырсың? 你去那个商店买杯子? Окей, бесінші сұрақ. 一个杯子多少钱? 一个杯子. Қараңдар, сан тұр, сандық сөз тұр, одан кейін бейзі тұр. Бейзі ол бізде зат есімі, яғни бір бокал, бір штук бокал. Туашау, қанша, тен, ақша. Яғни бір штук бокал қанша тұрады. 一个杯子多少钱? Окей. Давайте енді мұнаны жасай салайық. Бұл жерде осы бүгінгі өткен сөздерді бос орындарға қойып шығу керек екен. Давайте бірінші сіздер стопқа қойып жасап көріңіздер, потом бірге тексеретін боламыз. Окей, давайте жасап көрейік. 明天我想去买. Окей, 明天ол бізде ертең деген мағына біледі. 明天 ертең 我想去 мен қалаймын баруды май окей яғни бізде 明天-нен кейін бір уақытты қою керек болып тұрмыз иә бүгін қай уақытты өттік түстен кейін деген сөзді өттік иә түстен кейін деген сөз қалай аударылады 下午 яғни 明天下午我想去біз қай жерге бара аламыз, чтобы бір нәрсені сатып алу үшін. Дүкенге барамыз, иә? Дүкен қалай болады? 商店. Окей. 明天下午我想去商店买杯子. иә, мына жерде суретте тұр бокал, 杯子. Окей. 今天我想吃今天бүгін 我 мен 想қалаймын чы жеуді. Мынау, похоже, бізде Қытай тағамы. Қытай тағамы болады. 中国菜. 今天我想吃中国菜. Окей. 下午我想去下午 түстен кейін 我 мен 想去қалаймын баруды. Так, давайте мектепті алайық. Мектеп болады 学校 下午我想去学校 看书 иә кітап оқу болады看书шу кітап kan оқу окей kan оқу дегенді білдіреді және де қарау көру деген білдіреді хорошо kan 你好 сәлем 请问 можно спросить, иә? Сұрау, 请问, сұрауға бола ма? Өтінемін, сұрайын. Можно спросить.
这个杯子这个мынау杯子бокал мына жерде price деп тұр яғни ценасын сұрау керекпіз сонда қалай болады 多少钱你好请问这个杯子多少钱 Okay guys that's all осы барлығы сонымен бізде 8 сабақ аяқталады 8 сабаққа осы жаңадан өткен сөздерді жаттаймыз және де әр сөзге өздеріңіздің приложенияларыңыз яғни өздеріңіз сөйлем жасап көріңіздер чтобы сіздердің миларыңызда прям қалуға окей сонымен бұл сабақ аяқталады келесі сабақта кездескенше сау болайық